Assalamu алейкум рахматуллахи баракатух. Міне бір шығарылған заңға мен еш түсінбей қалдым. Ақылыма еш қонбайды. Или мен ақымақпын ба, менің ақылыма нақ қонбай жатқан білмеймін. Или бұл заңды шығарған адам ақымақ па білмеймін. Екеуміздің біреуміз ақымақ болып қалып отырмыз. Қазір мен енді осы заңның менің миыма нақ қонбай жатқанын жақсылап түсіндіріп айтып берейін. Мысалға мен Яндекс.Го деп машинеме жаздырып алғам. Накіреке қойып істеп жатырмын енді. Яндекс.Го деген жұмысты істеп жатырмын Яндекс компаниясында. Мен клиентті алдым. Клиентті алған едім, жағы мен телефоным магнитта тұрады ғой енді. Клиентті алдым, клиентті алып келе жатқанымда маған екінші не түседі? Тапсырыс. Оны мен сол жерде қабылдамасам, 2 мәрте, 3 мәрте звондайды. Мен сол звонокты мен қабылдамасам, мені 2 күнге, 3 күнге блокқа қойып тастайды. Вот, жұмыс жоқ енді, отырамыз. Яндекс.Го. Бұл заңды шығарғанда сендер адам жағдайына ешқандай қарамайсыңдар, сендер. Асыр тасыр, ардың күрдің, астан кестің, бұрқ деді шығарасыңдар. Елдің ортасына бомба тастап жібергендей қыласыңдар, да сендер. Немене заң шығарып жатқан адам кішкене мынау басқа кішкене ақылға салса, кішкене мектеп оқысын ба, кішкене мынау біздің ортамызда өмір сүріп бассың ба, жоқ тауда отырып, анау айдың үстінде отырып заң шығарып бассың ба? Мен ойлаймын, мына заң шығарған адамдар айдың үстінде отырып алып заң шығарады деп. Или болмаса қандай бұл енді? Мысалға, сендердің шығарып жатқан заңдарыңнан адамдар қазір көп қайғы шегіп жатыр. Өлім болып жатыр. Шығарған заңдарынан өлім болып жатыр. Соны біліп алыңдар, Қандай заң шығардыңдар? Өздерің білесіңдер ме? Итті атуға болмайды деген заң шығардыңдар, Ит енді қазір Тараз қаласында болсын, Астана қаласында болсын, Ақтөбе қаласында болсын, қаланы адамдардан қызғанып жатыр. Қала сен үшін емес, біз үшін. Біздің достарымыз анау үстіңгі жақта басшы болып отыр. Сен кімсің? Қаладан жүруге болмайды деп өлтіріп тастап отыр. Ақтөбеде бір баланы талап қансыратып өлтірді. Тағы да бір баланың үстіне секіріп, жүрегін шіріп өлтірді. 32 жастағы әйелді талап тастады. 33 жастағы ер жігітті талап жеп қойды. Тараз қаласында қанша, бұл енді менің білгенім, қаншасы енді жағы ойбайлап қанын ағызып үйіне кетіп үндемей жүргендері қанша. Мынау Тараз қаласы 6-шы совхоз дейді, 18 жасар қыздың балтырын ит тістеп жұлып қойыпты. Мен одан сұхбат алдым, оны бүткіл ақпараттарға жүктедім. Сөйтсем милициялар келді, сен анау қыздың әке-шешесінсіз неғып сөйлесесің? Мен әке-шешесінсіз неге сөйлеспеймін? О қыз 18-ден асып кеткен ғой. 18-ден асып кеткен қыздың әке-шешесін ақ оның жанында отыру керек. Ол өзімен өзі өмір сүріп жатқан адам ғой деп не қылдым. Онда да кішкене милициялар артымнан түсіп, бүйтіп не қылды. Міне сендердің шығарған заңдарыңнан біз жапа шегіп жатырмыз. Адамдар жапа шегіп жатыр. Қазір мына шығарған заңынан да сенің адамдар жапа шегіп жатыр. Сендер заңды шығарып жатқан кездерде, білмеймін, сен заң шығарушыларыңды, тау жаққа елдің ортасында жүрмейді ма, елді көрмейді ма, ел қандай жағдайын білмейді ма, жағдайға қарап шығару деген жоқ, күрістеп шығара саласыңдар. Ал мысалға, мынау мен Астананы білмеймін да, мысалға Астананы білмеймін, мен машинемен барам. Мен енді навигаторман жағы Тұрдалиев 17 деген көшені мен Астанадан тауып алуым керек. Мысалға енді Астанада сондай көше болса, Тұрдалиев 17 деген көшені мен навигаторға жазамын. Сөйтем да навигаторға жазып, мен навигаторға жазғаннан кейін оны магнит қылып қоям ғой енді, магнит қылым. Ал енді оны навигаторға жазғаннан кейін, навигатордан ол көшені шығарып алғаннан кейін магнитқа қойып қояйын ба, жоқ бұны қайға қояйын? Шқалтама қояйын ба? Я болмаса мұны тақиям астына қойып қояйын ба? Қайға қояйын? Я болмаса оны бардашыққа сап қояйын ба, сотовый телефон? Магнитқа қойса штраф деп жатыр ғой. Сендер заң шығарсаңдар, кішкене жағдайға қарап шығарсаңдар ше. Апыр-топыр етіп, халықтың ортасына бомба тастағандай бір бірін істеп жатсыңдар. Сендер мектеп көрмегенсіңдер ғой. Сауат бар ма, жоқ па сендерде? Сендер адамдармен жұмыс істеп жатсыңдар ма? Адамдармен жұмыс істеген адамдар бұндан деп болмайды. Қандайсыңдар сендер? Сендер өздерің қанды кімсіңдер сендер өздеріңе? Адамдардың ортасында өмір сүріп жатсыңдар ма, жоқ? Айда отырсыңдар ма? Сол айда отырып алып, сояқтан отырып заңды шығарып, төмен түсіріп жатсыңдар ма?
шығарған заңдарың білмей қаламыз ғой, есіміз ауып қалады ғой, заң шығарып болғаннан кейін. Қып-қызыл тегі қанау болды ғой бұл. Анау Дубайдағы үйлерің өртеніп кеткеннен кейін ашуға міндіңдер ме? Біз өртегеніміз жоқ қой, өртеген адамдардан аса өшіңді. Бізден өш алып жатсыңдар. Или сол Дубайдағы үйдің орнын өртеніп кеткен ақшасын бүйтіп толықтырып, кішкене қайтадан басқа жерлерден үй сатып аламыз деп әрекет қылып жатсыңдар ма? Жілігін шақып тастадыңдар ғой халықтың, жілігін шақып тастадыңдар ғой. О бейшара халыққа жұмыс тауып беріп жатқан жоқсың, болмаса бір жәрдемақы деп ештеңе беріп жатқан жоқсың. Мына Америкада жұмыс істемейтіндерге осыншалықты айына айлық шығарып береді деген, оған бір тиын жоқ, ештеңе беріп жатқан жоқсың. О бейшаралар әрең дегенде әйтеуір көше сыпырып, көшедегі бақылашқылар сатып алып, оны өткізіп, жуып шайып өткізіп, болмаса біреудің сиырының астын тазалап беріп, біреудің үйіндегі сиырын сауып алып, сүтін сатып, құрт сатып, сөйтіп күн көріп жатқан халықты сендер қанап жатсыңдар, қинап жатсыңдар. Оны сондай болып жатқан жоқ па не? Сендер алып шығып айтыңдаршы, менің аузым ораза, соған кеуіп қалып жатыр, айып етпейсіздер. Енді не болды? Халықты қинадыңдар ғой сендер. Заң шығарсаңдар да кішкене ар жақ бер жаққа қарап, ақылдасып, сөйтіп отырып шығарсаңдаршы. Мына әсіресе мына иттеріңді құртыңдар. Ит өте жаман болып бара жатыр. Итті құртыңдар. Иттің атасынан әлеті көшеде жүргізбей қойды. Қазір елдің бәрі көше, мен өткенде мынау Тараз қаласында горвоенкоматтың жанынан бір әйелді ит қуалап кетіп бара жатқан екен. 3-4 ит жабылып қуалап. Қолыма бір тас алып, әрең дегенде иттерді қайтардым. Мен болмасам ит ол әйелді қансыратып өлтіріп қояр ма еді деймін да. Сондай иттер жүзі көбейіп кетті. Қаланың ішін бәрі толған ит көріп жатсыңдар ғой. Енді бірдеңе десең ит ырылдап қуалап береді. Біреусін атып тастайын десең жауап бересің. Қазір біздің мынау қазақ елінде, Қазақстанда иттің құнынан біздің құнымыз төмендеп қалды. Иттің құны жоғарылап кетті. Неге дегенде олардың досы үстіңгі жақта отыр ғой. Өнен кейін барып біздің досымыз үстіңгі жақта отыр. Сен кімсің бізге дегендей қылып, қуалап, тістеліп, талап, жеп қойып жатыр. Аш қой олар, жеп қойып жатыр. Достары ауқат бермей жатыр. Бірақ дос болған, бірақ ауқаттан бөліспей жатыр. Ақшасын ғана алады да, несін бермей жатыр, ауқатын бермей жатыр. Сол көшедегі кішкентай балаларды, көшеде келе жатқан әлсіз әйелдерді, онша-мұнша жігіттерді жабылып жеп, азық қылып, иттерді өмір сүріп жатыр. Міне шығарған заңдарын сендердің осындай. Адамдардың тек қана қиыншылық көруіне, қиналып қалуына ғана шығаратын заңды шығарасыңдар. Сендер осындай заң шығарасыңдар. Басқа ешқандай заң шығармайсыңдар. Адамдарға бір пайдасы тиіп қалатын заңды сендерден шығарғандарыңды еш уақытта көріп атқаным жоқ. Қарасаң айыппұл, түлпанды жұлбасаң айыппұл, көшеде келе жатып мынау кейбір жігіттердің әйелдері ауқат пісіруді жақсы білмейтін болу керек енді. Шикі ауқат пісіріп беріп қойып, көшеде жел шығарып жүрсе айыппұл. Бірақ Қытайлар кеп төрге шығып тұмсығының астында сиіп жатса, оған айыппұл жоқ, ештеңе демейді. Енді олар сендердің жақындарың ғой, енді бізге қарағанда Қытай сендерге жақын болып отыр. Тұмсықтарың астында Қытай сиіп тұр, ештеңе қылмайды ол, оған ешкім ештеңе демейді. Заң тек қана қазақтарға ғана шығарылып жатыр. Қазақтарды қанау, қазақтарды төмен қарата басын иіп тұру, қазақтарды сүмірейтіп тастау, қазақтардың бәрін жұлмалап, тұталақайын шығарып, жоқ қылып жіберу үшін заңдар шығарылып жатыр. Қытай Астананың қақ ортасында тұрып сиіп тұр, оған ешкім ештеңе деген жоқ. Шығарып жатқан заңдарын жөндеп шығарыңдар.